Мен болмасам үйің мусорға толып кетеді екен ғой сенің. Я енді плюс салғанша сен қолданамыз дедім де тез үйлерді жинауға кірісіп кеттім. Біз кішкентай қызым екеуміз спальныйде жатамыз, ал мына жақта үлкен қыздарым жатады. Нан әкеп жейді көрпенің үстіне, в общем, мына жерін барлығын шашып тастайды ғой. Тез көрпелерді жинап алдым да осы ручной пылесоспен тап-таза қылып тазалап шықтым. Мен мына ақ кілемнің үстіне осындай дорожка төсеп қоямын. Әйтпесе мына ақ кілемді қыздар бүлдіріп тастайды ғой. Сіздер де кілемдеріңіздің үстінен осындай дорожка төсеп қоясыздар ма? Қой залтамды біткен соң енді кухняларды тазалап тастайын деп тез мына столдардың барлығын өзім жылжытып шықтым да астын ручной пылесоспен тазалап шықтым. Ол жақтың да кілемі аппақ болғаннан кейін нанның ұсақтары тез көрініп қалады. Сол үшін осылай ручной пылесоспен тап-таза қылып тазалап шығамын. Өстіп тазалап қойсаң болады екен ғой. Енді кішкентай бар қолы босамайды ғой. Неге бір-бірлеріңмен ұрсысып кетесіңдер? Күн түскенше ұйықтайсыңдар ма? Бізді жинап қойсаңдаршы. Жай сөйлесеңдерші, мына жақта бөпесі ұйықтап жатыр ғой. Спальныйды жинауға уақытым болмады, сразу кешкі тамаққа кірісіп кеттім. Бүгін бізде нан салма. Сіздер қандай тамақ істеп жатсыздар? Ішіп тұрып кетесіңдер, жу енді тез. Мені де тастап кетті. Ішпейтін болсаңдар неге құясыңдар осы шайларыңда? Ойбай, жуамыз, не болды сонша? Бұларды 5 минутқа бөлек қалдырсаң бір-бірлерімен ұрысып қырылысып кетеді ғой. Солай тез скорсымды қостым да мына жердегі ыдыстардың барлығын жуып тастап тез кухнядан қашып кеттім. Ну, болады енді, ұйықтай бер.